осы бақытты болудың себептері. Бір нәрсені жақсылап есте ұстасаңыздар болады. Жер бетінде ешбір адам Құдайдың қалауынсыз бақытты бола алмайды. Бұған ешбір күмән да, талас та жоқ. Сол үшін өмірден қанша адам өтті, біреу байлықпенен бақытты болам десе, онда дүниеден Қарун деген бай өтіп кеткен, ақырында жер жұтты, ол бақытты болған жоқ. Біреу билікпенен бақытты болам десе, ол тура Ферғауынның билігіне қазір ешкім жеткен де жоқ. Жете алатын да бір Құдай біледі, екі талай. Бірақ Ферғауын да білесіздер, қандай бір бақытсыз күйлер кешіп кеткенін. Сондықтан бақытты болу дегеніміз Аллах Тағаламен қарым-қатынасты түзеуден ғана табылады. Кімде кім бақытты болса, адаммен болған қарым-қатынасты түзеуге талпынса, міне сол адам бақытты бола бастайды. Ал енді өзінің бақытын адамдардың ризашылығынан іздеген адамдар, ол еш уақытта бақытты бола алмайды екен. Бақытты болудың себептерінен бірінші айтатынымыз ал-иману салих уал амалу салих дейді. Шынайы, нақты, мықты иман мен ізгі салихалы амалдар. Әрқашан адам бойында осы нәрсе болу керек. Күшті иман мен салихалы амал адам бойында болу керек. Бұл болмайынша бақытты болу мүмкін емес. Келесі зикруллах ва қираатул Құран. Аллахты өте көп еске алу, Құранды жиі өте көп оқу. Осы нәрсе адамды бақытты қылады. Аллах Тағала Құранда бұйырған: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира ва саббихуху букратан ва асила." Ей иман келтіргендер, Аллахты өте көп еске алыңдар, ертелі кеш ал Раббыларыңды пәктеңдер дейді. Өйткені Аллах Тағала адамның бақытты неден бақытты болатынын біледі. Егер біз Раббымызды көп еске алатын болсақ, бұл жүрекке тыныштық алып келеді. Өйткені "Ала бизикриллахи татмаиннул қулуб" дейді Аллахтың кітабы Құран. Расында Аллахты ойлау менен жүректер тыныштық табады дейді. Қанша адамдар бар, жүректерінің ішінде дауыл орнаған, дүниесі бар болса да, көлігі бар болса да, билігі бар болса да, байлығы бар болса да, сонау зәулім сарайдың аржағында отырса да, 3 қабат есікпенен қойса да, есік алдына кіретін шығатын адамның әрқайсысын бақылап отырған болса да, теледидардан ешкім ұқсас кіре алмайтын болса да, өзімен тек қана байлармен дос болып жүрген болса да, жүректерінде қандай дауылдар толып жатыр десеңші. Сөйтіп сол адамдардың көбісі бақытты бола алмай жүреді. Және де өздеріне бір бақытсыз жеткен кезде, сол өздерінің Құдайға құлшылық етпегендерін кінә қылмай, керісінше Құдайға не жазып қойдым екен деп отырады. Кенеттен бір баласы қайтыс болып кетсе, бір жаны бір апат келсе, дүниесінен бір сонда бір банкрот болып па, жоққа зиянға ұшыраса, мен Құдайға не жазып қойдым екен, не мен жүрегім таза еді деп шығады. Ал оның құлшылық етпегендігі, оның істеген күнәлары, оның айтқан өтірігі, оның жасаған зинақорлықтары, оның ішкен арақтары, бұның бәрі ол келтірген зиян ештеңе емес. Дүниеде келгені ақыретте қатты зардапқа ұшыратыны сөзсіз. Сол үшін адамның жүрегі тек Аллахты ойлауменен тыныштық табады. Одан кейін қираатул Құран дейді, Құранды жиі оқу. Құран Аллахтың сөзі. Оны оқығаннан кейін міндетті түрде жақсылық бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтты: Құранның әр әрпінен 10 сауап бар. Мен сендерге алиф лам мим бір әріп деп жатқан жоқпын. Алифун харфун, мимун харфун, ламун харфун деп айтты. Алиф лам деген 3 әріп болса, үшеуінен бөлек 30 сауап. Сонда альхамдулиллах десең 7 әріп, 70 сауап. Егер сен Фатиханы бастамай жатып, бір аятын оқымай жатып, альхамдулиллах деген 70 сауап болып болса, онда Фатиханы бітіргенде қанша сауап алып кетесің? Құранды бітіргенде қанша сауап аласың? Әрбір сауап міндетті түрде саған жақсылығына келеді. Сол үшін Аллах Тағала Құранда айтқан: "Ва нуназзилу минал Құран ма хуа шифаун ва рахматул лил муъминин." Біз Құдайға шынайы иман келтіргендер үшін Құраннан шифамызды, емімізді, яғни оның тәндеріне, жәндеріне емімізді түсіреміз, және де мейірімімізді жаудырамыз дейді. Сол үшін Құран оқылған жерде "Фастамиу лаху анситу лааллакум турхамун" дейді. Құран аяты оқылса, оған құлақ салыңдар, тыңдаңдар, Аллахтың мейіріміне, рахметіне бөленерсіңдер дейді. Сондықтан Құран оқылған үй, Құран оқылмаған үйден гөрі жоғарырақ. Құран кеудесіне Құран жатталған пенде, кеудесіне Құран жатталған адамнан мүлдем бөлек. Сол үшін Құран жаттаған үшін Аллах Тағала қанша нығметтерді уәде еткен дүние ақыретте. Және де айтқан Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам: "Хойрукум ман таалламал Құран ва алламаху." Сендердің ең жақсыларың Құранды үйренгендерің, жаңағы үйреткендерің, үйренгендерің деді. Құранды үйретіп жүрсек, бұл ең жақсы істердің бірі болып келеді екен. Сол үшін біз қанша үлкен ғалымдарды білетін едік, кейін сол қолы тимей өмірінің соңында
Құран оқыту менен кішкентай балаға Құран жаттатумен айналысып кететін. Өйткені сол берген сабақтардың ішінде ең абзалы осы шығар деп өтетін. Өйткені әрбір әріп үшін, әрбір жаттаған үшін, жаттатқан үшін қаншалықты сауап тауып кетеді десеңізші. Сол үшін Құранды көп оқу бұл сенің Құдайыңа жақындауға мүмкіндік береді. Ол Құранды Аллахтың разылығы үшін оқығаннан кейін сөзсіз Құранда айтқандай сен мейірімге бөленесің, сен үшін періштелер кешірім сұрайды, сенің дәрежең көтеріледі, дүние ақыретте өзіңе ізгілік жасаған боласың. Сондықтан Құраннан шифа табасың, көптеген істеріңе жауап табасың. Ол сенің тәніңді де, жаныңды де емдейді. Келесі бақытты болудың және бір нәрсесі тәубе мен истиғфар. Жиі тәубе жасау, жиі Құдайдан кешірім сұрау. Мұсылман адамның иманы күшейген сайын өзін өте күнәһар есептейді. Иман әлсіреген сайын, мен бір қатырып жатырмын, жәннаттың төріне кіріп кететіндей болып жүреді. Тіпті сол үшін біз көреміз, намаз оқитын адам жүрегім таза менің деп еш уақытта айтқанын көрмейсің, 5 уақыт намаз оқып, Құдайға құлшылық істеп, 30 ораза ұстап, хажға барып, Құдайдан қорқып жүрген адамға жүрегім таза деп айтудан қорқады. Алла кешірсін, Алла кешірсін дейді. Ал 5 уақыт намаз оқымай, 30 күн ораза ұстамай, істегені күнә, ішкені арақ, жасаған зинақорлық, сөйлегені өтірік болған адам, Құдайдан қорықса, жүрегім таза дейді. Оның құр жүрегі емес, оның миы да таза болмай қалған да, оны ойлап, жүрегінің тазалығы. Көзі де соқыр болып кеткен, ол өзінің жүрегінің таза емес екенін көретін жүректе қалмаған. Сол үшін мұсылманның иманы күшейген сайын Құдайдан қорқады. Сол үшін сахабалардың кезінде айтатын, біз кішкентай күнәні істеген кезімізде тура үстімізден тау құлайтындай қорқатын едік. Ал шын мұсылман адам егер кішкентай күнә істесе, үстінен тау құлайтындай қорқады. Ал мұнафиқ адам күнә істесе, оны мұрнына қонған шыбындай көреді. Қазір ұшыра салам, кете салады деген сияқты. Сол үшін әрқашанда истиғфарды көп айту. Біз тұрмақ пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху келді, Аллах сізден разы болсын. Сөйтіп айтты, Аллахтың елшісі маған бір дұға үйретші, мен Раббыма жалынайыншы деді. Бұл Абу Бакр Сиддиқ көзі тірісіне жатқа кіресін деген сөзді естіген. Абу Бакр Сиддиқтың істеген құлшылықтарын көргенде Хазірет Омар, біз шамамыз келмейтін нәрсені істейсің деп жылаған Хазірет Омар. Сол Абу Бакр Сиддиқ қандай дінге бекем еді. Сол бір сөз үйрет дегенде пайғамбарымыз оған үйреткен сөзі, Rabbi zalamtu nafsi zulman kasira. Алла, мен өзіме үлкен зұлымдық істедім өз-өзіме. Фағфирли зунуби, кешірші менің күнәмді, мағфирмен әңде кешіруіменен. Вархамни, мейірімге бөлеші деп жаңағы Құдайдан сиынуды, істеген күнәларымды кешірші. Фаиннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Өйткені менің күнәларымды сенен басқа ешкім кешіре алмайды деп жалынатын еді. Әлбетте оның иманына біз жете қойған жоқпыз. Оның жасаған құлшылықтары әлбетте біздің қолымыздан келе қою қиын, келмейді. Бірақтан сөйткен адам Раббысынан сондай қорқатын еді, Раббысынан көп кешірім сұрайтын еді. Осы дұғаларменен Алла кешірші менің күнәларымды, сенен басқа менің күнәмді кешіретін ешкім жоқ дейді. Расындар солай. Ертең қияметтің күні болған кезде яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибати ва баних дейді. Қияметтің күні болған кезде кісі өзінің туған бауырынан, бір қарнына жатып шыққан бауырынан қашады, өзінің әке-шешесінен қашады, бала-шағасынан, әйелінен қашады. Ол кезде сенің күнәңді мен арқалай тұрайын, сен жәннатқа кір деп айтатын ешкім болмайды. Тек қана мейірімді Аллах тағала ғана күнәңді кештім десе, бұл үлкен бақытты болады. Сол үшін мұсылман адамға көбірек тәубе жасау, көбірек кешірім сұрау. Сол үшін мұсылмандардың бір сипатын айтып келеді. Олар таң уақытысында истағфирун деп келеді, көп кешірім сұрайды дейді. Көп Құдайдан кешірім сұрайды дейді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламда айтқан, Аллахқа ант етейін, мен күніне 70-тен аса мәрте тәубе жасаймын, 70-тен арта мәрте Құдайдан кешірім сұраймын деген екен дейді. Шынымен адам баласы сәл ойланса, үлкен ғалымдар, үлкендер жеткен кезде өзі туралы істеген күнә үшін қатты қайғырады, бірақ олардан ешбір күнә көре алмайсың. Не сөзінен, не көзінен, не өзінен бір күнә көре алмайсың сол ғалымдардан. Бірақ олар айтатын еді, егер бұл күнәлардың иісі болатын болса еді, онда менің қасымда ешкім отырмайтын шығар деп қайғыратын еді. Күнәларға иіс бітіріп қойса, Аллахта менің қасымда ешкім отырмайтын шығар деп. Онда егер Алла сақтасын, біздің күнәларымызға иіс беріп қоятын болса Аллах Тағала, онда жердегі адамдар айға көшіп кететін шығар. Наузу биллахи мин залик. Сол үшін Аллахтан көп тәубе жасау керек, көп кешірім сұрау керек. Өйткені Аллах Тағала кешірмесе, біз өзіміздің істеген амалымызбен жәннаттың төріне кіреміз деп үміт ету өте қиын. Сол амалымызды Аллахтан себеп қылып, кешірім өтініп, Аллахтың мейірімінен сұрауымыз керек. Аллах Тағала әлбетте жарылқаушы, кешіруші. Жер бетінде жүрген бүкіл адамдар сол Аллахтың кеңшілігінің арқасында жүр. Әйтпесе жасап жатқан бүкіл күнә істер үшін Аллах Тағаланың осы күнәһар пенделерді
бейнамаздарды, арақ ішкендерді, зинақорлық қылғандарды, сонда жалған саясатты таратқандарды, мұсылмандарды жамандағандарды, мұсылманға зиян бергендерді жерге жұттырып қоям десе, суға тұншықтырып қоям десе, төбесінен тас жаудырам десе, болмаса жүректердің тамырын қырқып тастайым десе, Аллахқа ешбір қиын емес еді. Ол Аллах Тағала әлі де болса кеңшілік жасап жатқаны, егер оны түсініп дінге келгені келді, келмегендері өздеріне зиян істеген болады. Келесі нәрсе, бақытты болуға себепкер болатын нәрсе, дүние ақыреттің жақсылығын сұрап, жиі Аллахтан дұға тілектер жасау. Дүниенің де жақсылығын сұрау керек Аллахтан, ақыреттің де жақсылығын сұрау керек. Өйткені минхум ман яқулу раббана атина фид дуния хаснатан ва фил ахирати хаснатан ва қина азабан нар. Улаика насиб мимма касабу валлаху сариул хисаб дейді Құранда. Аллах Тағала Бақара сүресінде адамдар біреулер бар, олар айтады: "Я Алла, бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, бізді дозақтың отынан қорға, бізді дозақтың отынан сақта" дейді. Міне соларға ақыретте несібе бар, Аллах Тағала есепте тез беруші дейді. Сол үшін әр қашанда жиі дұға жасау. Дүниең үшін, ақырет үшін, балаң үшін, семьяң үшін, отбасың үшін, әке шешең үшін, өзің тіршілігің үшін, тіпті аяқ киімнің үзілген бауы болса да сұра дейді. Дозақтан қорғануды сұрап, қабірдегі азаптан сақтасын деп, жаңағы Даджалдың фитнасынан қорғасын деп, қазіргі кездегі пайғамбар сендер үшін қатты қорқам деп, дүниенің фитнасынан қорғасын деп, мына әйелдердің фитнасынан қорғасын деп, Аллахтан иманымызға қатысты нәрселерді, дүниемізге де қатысты нәрселерді жиі сұрау. Пайғамбарымыздың жасайтын дұғалар ішіндегі ең көп жасайтын дұғасының біреусі дейді, хадис бойынша: "Раббана атина фид дуния хаснатан ва фил ахирати хаснатан ва қина азабан нар" деген дұғаны көп жасаушы еді дейді. Өйткені бұл дұға дүниенің, ақыреттің жақсылығын бойына қамтып кеткен дұға. Сол үшін дүние ақыреттің жақсылығын жиі сұрау. Өзіміздің бала-шағаларымыздың ізгі болуы үшін, олардың да ертең шынымен пайғамбарлардың өздері сұрайтыны: "Аллахумма жнубни ва бани ан нa'будал аснам", Алла мені де, бала-шағамды да осы өзіңнен бөлек нәрсеге, пұттарға сенкөден сақтай көрші деп сиынатын. Аллахтан дұға қылатын деп. Сондықтан дұғаны көп жасау. Келесі нәрсе, бақытты болуға себепкер болатын келесі нәрсе, мұқабилатул исаати бил ихсан дейді, жамандыққа жақсылықпен жауап беру. Шіркін осы адамның көп адамдардың қолынан келмей жатыр. Тіпті мұсылманның да қолынан көп жағдайда келмей жатыр. Егер осыны қолымыздан келетін болса, сонда бақыттың дәмін сезініп қалатын едік. Аллахқа жақындағанымызды сезінетін едік. Құлшылығымыздағы рахатты табатын едік. Сол бір нәрсе кей кезде қолдан келмейді. Қазіргі кезде мұсылмандардың да басы бірікпей жататын да осы себептерден болып табылады. Сол үшін қазақта да мақал бар: "Таспен ұрғанды аспен ұр" дейді. Сондықтан жақсылық әркімнің қолынан келеді, бірақтан жамандыққа жақсылық ол кез келген адам қолынан келе бермейді. Ал Аллах Тағала Құранда жамандық істегенге де жақсылықпен бұйыр деп бұйырған. Бұл сүре естеріңізде сақтап қалыңыздар, тіпті жаттап алыңыздар. Бұл аятты Фуссилат сүресінде бұл келеді. Егер Фуссилат аятында осы қарайсыздар, есіне шықпаса 33, 34, 35 аяттар. Сол жерде 36 аяттар, және қосып қойыңыздар. Осы аяттардың ішінде Аллах Тағала осыған бұйырады. Аллах Тағала ол Құранда айтқан: "Фастаизу билла бисмилла ва ла таставил хасанату биссайа". Жамандық пен жақсылық тең емес дейді. Жамандық пен жақсылық тең емес дейді. Идфа биллати хия ахсану. Егер саған біреу жамандық істеп қойса, оған дейді жақсылықпен қайтарым жаса дейді. Жақсылықпен қайтарым жаса дейді. Идфа биллати ахсану фа изаллади байнака ва байну адаватун кааннаху валиюн хамим дейді. Егер саған біреу жамандық істеген болатын болса, сен оған жақсылықпен, ең жақсы түрде жақсылық жаса, сонда саған араларында дұшпандық болатын болса, араздасып жүрген болсаңдар, жүректерің бір-біріңді жақтырмайтын болса, сен ол мұсылман екенін білесің, оның да құлшылық жатқанын көре аласың, бірақ оған сен алақан жайып Аллахтан жақсылық тілей алмайтын болсаң, ол туралы әңгіме айтылса сенің жүйкең тозатын болса, оны ойласаң сенің ашуың келетін болса, онда сен қолынан келсе оған жақсылық істеуге тырыс. Өйткені Аллах Раббың беріп жатыр. Оны Аллах беріп жатыр. Оны саған адам емес, оны саған тіпті пайғамбар емес, ол Аллахтың бұйрығы болады екен. Идфа биллати ахсан, жақсы түрде қайтар. Фа изаллади байнака байна адаватун, егер екеуің арасында дұшпандық болатын болса еді, кааннаху валиюн хамим, сонда көресің сол адам саған ең жақын дос болып кеткенін көресің дейді. Шіркін мұсылманға бауыр болса, мұсылманның жанын түсінетін болса, мұсылман үшін дұға тілейтін болса, бір мұсылман қиналған кезде екі мұсылман өзінің денесінде сезініп оған уайым шеге алатын болса, бұл иманның кәмілдігі.
Бұл иманның дұрыстығы болып келеді екен. Өйткені мұсылман сондай бірін-бірін күшейтетін заттар болып келеді. Бірақтан шайтан алтын жоқ үйге ұры түспейді деген сияқты, шайтан жай адамдарды не қылсын? Шайтан мұсылмандармен жұмыс істейді. Адамның шайтаны да мұсылманмен жұмыс істейді, жынның шайтаны да мұсылмандармен жұмыс істейді. Адамның шайтандары мұсылмандар күшейіп кетпеу үшін мұсылманды мұсылманға айдап салады. Мынаяқтан шиға бар екен, мынаяқта сүнни бар екен, бір-біріне ырылдатып қойық та тыныш отырайық деп олар отырады. Яки болмаса мұсылман мен мұсылман жүретін болса, бір ғалымды ғалымға айдап салғысы келеді, бір байды кедейге айдап салып келеді. Сөйтіп адамдардың шайтаны да, жындардың да шайтаны осыны қатты пайдаланғысы келіп тұрады. Біз осы нәрселердің бір олардың адамдардың шайтандары менен жындардың шайтанының осындай бір тұзақтарына түсіп кетпеу үшін әрқашан Раббымыздың осы аяттан есімізде сақтағанымыз жақсы. Сол үшін Аллах Тағала айтады: егер сендердің араларында дұшпандық болатын болса, ол саған өте жақын достай болып кетеді дейді. Жақын достай болып кетеді дейді. Егер сен ол үшін тілек тілей алатын болса, қандай бұл жақсы мұсылмандығың болып табылады. Және Аллах осы аяттың жалғасында айтады, осы сүренің келесі аятында: егер саған шайтаннан біз азғыру келсе, Аллахқа сыйын дейді. Иннаху самиун алим, расында Аллах естуші, білуші дейді. Өйткені шынымен де кей кезде осындай бір бауырыңды кешіре қойын десең, оған тілек тілей қойын деп сен нәпсіңді жеңген кезде шайтан арқай кірсе бастайды, азғыру сала бастайды. Ей, сен сөйтесің ба, ол бұндай емес па, ол андай емес па деген неше түрлі жаман ойларды, жаман пікірді салады да сен келе алмай қаласың. Сол кезде нәпсіңді жеңсең, Аллахтың сабырлық қылып, ондай болатын болса сен ары қарай Аллахқа шайтан азғыруынан сақта деп сыйынуымыз керек. Ал енді осы нәрсені жаңағы жамандыққа жақсылықпен қайтаруды Аллах Тағала осы аятта айтады: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ дейді. Субханалла, аятты қараңыз, қалай аяқталады. Бұндай нәрсеге өзіңіз істеп жатқан жамандыққа жақсылықпенен қайтару дейді. Ондай нәрсеге тек қана сабырлылар жете алады дейді. Осы кезде ғана сен өзің сабырыңды өлшей аласың. Саған жамандық істегенге жақсылық қайтара аласың ба, онда сен сабырлысың. Жамандық істегенге жамандық істеген кеп тұра ма, ол тұрған жақсы ойға бара алмайсың ба, ол үшін жүрегің ауыра ма, онда сенде әлі сабырсыздық бар. Ал сабыр бұл иманның басы. Егер иманда сабыр болмаса, оның басы жоқ сияқты иман әлсірейді. Сол үшін бұл сабыр ондай нәрсеге, өзіне істелген жамандыққа, өзі туралы жаман пікірде болғандарға жақсы пікірде болған жақсылықпен қайтару тек сабырлардың қолынан келеді дейді. Және ары қарай Аллах айтады: бұндай нәрсеге үлкен несібеге несібесі барлар жетеді дейді. Шынымен Аллахтың алдында үлкен несібеге ие болатындар міне осы нәрсені істей алады екен. Сол үшін Аллахтың қасындағы несібе бүкіл нәрседен артық. Аллах Тағала имандарымызды арттырсын. Бұл бақытты болудың бір нәрсе жамандыққа жақсылық қайтара білуі. Жалпы біз кез келген мұсылман болғаннан кейін айыпсыз болмайды. Бәріміз мұсылман болуы мүмкін. Қолымыздан келсе жақсылыққа сүйрейік. Таухид ұстанды ма, жақсылыққа сүйрейік. Кемшілік болса, оны көрсетпей жауып, елге жария қылмастан түзеуге тырысуымыз керек. Қолымыздан келгенше. Иса пайғамбармен қасында 3 серігі келе жатыр екен, сонда алдарынан нәжіске түсіп кеткен бір ит жүгіріп шықты. Сөйтсе Иса пайғамбардың қасындағы бір сахабасы мұрнын жауып, жиркеніп, «Мә әнтәнә рихаху» деп жаңағы дауыстаған екен. Туымнан иісінің жаманын деп. Сөйтсе екіншісі қарап айтады дейді: "Бұның мә ахбаса лаунаху, мә ахбаса манзараху", бұның көрінісі қандай нашар деп екіншісі жаңағы иттің көрінісін сөз етеді. Үшіншісі ма асва лаунаху, бұның асвада лаунаху, бұның түсі қандай қап-қара деп үшіншісі жиркенеді. Сөйтсе Иса пайғамбар айтады дейді: "Ма аджмала баяда лисанихи аснанихи", Алла бұның қарашы тістері қандай аппақ деп айтады дейді. Яғни адам өзіне керек нәрсені көреді. Мұсылманнан бірінші жақсы нәрселерді көруге тырысуымыз керек. Соның жақсылығын көргеннен кейін сол жақсылығын ескере отырып, оны ары қарай жақсылыққа жетектеуге тырысуымыз өте қажет. Өйткені пайғамбарымыз да бізге соны үйретті. Оның үлгісі оған байланысты өте көп. Ең күшті мұғалім болды бұндай нәрседе пайғамбарымыз. Біз пайғамбардың үмбетіміз. Мешіттің Аллах үйі мешітке сыйып тастаған адамның өзіне де пайғамбарымыз оған дұрыстықпен үйретті. Ол қандай сонда сөзін қабыл етті. Енді келесі нәрсе әрқашанда адамдарға жақсылық істеуге тырысу. Адамдарға жақсылық істеп жүруге тырысу.
Адамдарға істеген жақсылық міндетті түрде саған көп пайда тигізеді. Біз өткен сабағымызда айтып кеттім ғой деймін, анау бір жесір әйел кісі күйеуі наркоман болып, кейін ол жан мұсылман дінін қабылдаған екен, Аллах Тағала оның ұрпақтарын қандай адал еткен, естеріңізде ме? Айттық па? Онда естісек, онда ескеріп жатып кетейік. Шынымен де бұл өзіміздің заманда болып отқан оқиға. Осы біздер сияқты қатар бір азаматтың басына өткен оқиға. Яғни жақсылық істеуден, адамдарға жақсылық істесең, Аллах саған еселеп жақсылық қайтаратыны. Білеміз, бала шаға деген дүниенің зейнеті, Құдайдың бір берген көрігі, өмірімізді көркемдейтін. Сол бір мұсылман кісі айтады, мұсылман дінін қабылдадым, ислам дінін қабылдаған екен қатты қуанышта жүрдім. Сосын дейді, алғашқы кезде ислам дінін қабылдаған адам тәубесі шынайы болған екен, ол тазаратта әрбір құлшылыққа ұмтылады. Бір жерде бір құлшылық бар екенсе, мен істеймін деп тұрады. Нарда былай істесе, соны мен істеймін, былай қылса мен табамын деп асығып жүреді. Сөйтіп жаңа ислам дінін қабылдаймын, дүнием бар, ақшам бар, бәрі жағдайым жақсы, мұсылмандармен бірге отырғанға рақаттанамын. Бір жерде сәл уағыз бар десе, соған тегі ұйқым ашылып кетеді, соған жетіп баруға тырысамын. Сөйтіп жүрген кезінде бір мұсылмандар отырған кезде дастархан басында бір мұсылман әйелі туралы әңгіме қозғалды дейді. Ол мұсылман әйел өте тақуалығы әйелдердің арасында тарала бастапты. Бірақ оның жасы ұлғайып, өте сондай тағдырдан қатты таяқ жеп, жаңа бір тағдыры жоқ адамнан қатты таяқ жеп, қиыншылық көріп, екі баласымен қалып кеткен әйел екен. Өте кедей, жұмыс таба алмай, қиыншылық көріп жатқан әйел жайында айтылған екен әңгіме. Ол әйел исламға келгенге дейін жахилет дәуірінде бір кісімен үйленеді. Бұл да әп-әдемі болған, ол жігіт те әп-әдемі болған, тойы жасалған, үйленген, тұрған, ал бақытты болды. Бүкіл тойдағы адамдар тілегін тілеген, бірақ арақпен тұрған тойда қандай тілек қабыл болушы еді. Сонымен бұлар үйленеді, бірақ күйеуі кейін араққа салына бастайды. Араққа салынған екен, ол семьяның денсаулығын құртады. Оларға Құдай бір бала береді, екінші бала береді, бірақ ол Құдайдың берген нәрсесі, Құдайға шүкірлікке олар шақырмайды. Күнәға түскен күйінде түсе береді. Ол жетпегендей бір күні күйеуі наркотикке берілген екен. Наркотикке түскеннен кейін өмір одан сайын қиындайды. Күйеуінің көзі қараяды. Енді ол әйелін көрсе, сондай бір жауызды көргендей, әйелінің кемшілік көрсе болды тоқпақтайды. Сөйтіп өзінің әйелінің мұрнын да сындырыпты, қабырғасын да сындырыпты. Сонымен отбасында күніге ұрыс, күніге талас, сол өзінің жаңағы нәпсі құмартқан арағын ішу үшін, наркотигіне жету үшін дүниедегі бүкіл нәрсе, өзінің үйіндегі бүкіл нәрсені сатады, бүкіл нәрсеге жамандыққа барады. Сонымен бірге тұру қиын болып, сондай қиыншылықтан, адам шыдағысыз қиыншылықтан ең соңында бұл семья ажырасып, екі баласымен кеткен екен. Бұл қатты қиналады, не істерін білмейді, ойланып жүрген кезде оған исламның осы хабары жетіп, сол Аллах Тағаладан жүрегіне тыныштық тауып, Аллахты ойлап, кейін дінге кіріп, шариғаттың кітаптарын, Құранды, хадисті оқып, жүрегіне ләззат тауып, Құдаймен құлшылыққа айналып, сөйтіп барып өмірден ләззат кеше бастайды дейді. Сөйтіп бұл сол екі баласымен ол балаларды дінге беріле бастайды. Сөйтіп бұл жақсы күйді кешеді, Раббысынан дұға қылады. Аллах Тағала айтыр үзілікке баста деп. Сөйтіп жүрген кезінде осы әйел жайында жаңа дастарханда сөз болған екен. Соны жаңағы бизнесмен жігіт, ойлан мұсылман жігіт айтты, мен егер ол кісіге үйленсем, маған сауап жазыла ма депті. Егер сені мұсылман ретінде, діндар ретінде алсаң, Құдайдан ол үшін қорқсаң, оны киіндірсең, тамақтандырсаң, дінде бірге жүрге көмектессең, әлбетте сауап жазылады деп. Онда айтыңдаршы, мен сол кісіге үйленейін, ол егер кісі үйленді қаласа деп айтады. Ол кісіге қалайтыны білдіреді, онымен кездесем дегенде ол кісі әйел айтады, сізбен кездесетін киімі де жоқ, ол киімі тозған, сондай бір кедей халге түскен дейді. Сонда мен жоқ, жарайды, Аллахтың разылығы үшін үйленем деп өзі киім алып беріп, киіндіріп үйлендім дейді. Одан кейін Аллах Тағала бізге және де 4 перзент нәсіп етті дейді. 6 бұрынғы 2 бала бар, өз баламдай көрем, аманат ретінде алдым. Кейінгі 4 балам бар, сол балаларым дейді, Аллах Тағала дейді, сол анасының ішінен туған кезде бір таза бір мұсылманшылықпен туғызғандай болып тұрады дейді. Табиғатының өзі, сол балалардың өзі сол тілі шықпай жатып жасаған қимылдары, тілі шыққаннан кейін сөйлеген сөздердің бәрі бір шын мұсылман, бір үлкен кішкентай бір ғалым сияқты көрінеді дейді. Бізді тақуалыққа үйрете бастады дейді. Ана 2 бала отбасын одан сайын ләззат кіргізе бастады, шаттық кіргізе бастады дейді. Олардың бізбен қосылып томпаңдап жатып сәжде жасайтыны, олардың тілді кемесі Құран қайталайтыны, сондай дейді, және де бір ерекше бір мейірімдер бар дейді. Аллах Тағала шешесінің бүкіл көрген қасіретін сол баласының алақанында жұбатып қойды дейді. 2,5 балам бар дейді. Сол балам дейді, егер шешесі жүгіріп бір шелек көтерейінсе, шелекке жабса дейді, ана сен көтермеші, мен өзім көтерейінші, сен көтермеші, қиналасың ғой деп анасына көтертпейді дейді. Енді біз дейді есік алдында огородқа шығып бір кішігірім огород егеміз, соның шөбін жұлуға барсақ,
шөбін жұлайын деп жатса, бала жүгіріп келеді де, өзі қолымен жұлып, мен жұлам, ана саған жұлғызбаймын, мен анама сенің жұмыс істегенді көрсем жүрегім ауырады, мен саған көмектессем маған сауап жазылады, ана сен жұлма, мен жұлам деп таласады дейді. Сөйтіп шөпті жұлады, оның арасында тікені бар дейді, кешке сосын дейді, оның қолынан тікен тазалап отырамыз дейді біздер. Енді дейді, мен бір байқамай, бір шариғатқа тура келмейтін бір іс істеп қалсам, ол балам жүгіріп келеді де қолымнан ұстап, "Ей, әке" деп айтады дейді. "Бұның қалай, сен Құдайдан қорықпайсың ба? Алла бәрін көріп тұр ғой, бәрін біліп тұр ғой" деп қолынан жұлқылап, "Астағфирулла" деп айтты. "Кешірім сұра Құдайдан. Ұялмайсың ба? Ұят болады. Кешірім сұра" деп қолынан жұлқылайды дейді. Мен кәдімгідей ұялып, "Алла кешіре көр мені, Алла кешіре көр" деп тақуалыққа талпына бастадым дейді. Енді мен де пенде, әйелім де пенде. Енді келіншегім дейді, жаңағы баланың анасы, шешесі бір айып істеп қойса, шариғатқа тура келмейтін бір істеп қойса дейді, баласы жүгіріп келіп шешесінің қолынан тартып, "Аллахтан кешірім сұрамайсың ба" деп айтпайды дейді. Оны жұлқыламайды дейді. Бұның қалай деп Құдайдан қорық деген сөздер айтпайды дейді. Анасы болғаннан кейін ба Аллах сондай құрметтеп қойған дейді. Кәдімгідей көңілі бұзылып, аузы бұртиып, бірақ та барады да құблаға барып қарайды, сөйтіп тізерлеп отырып алады да екі алақанын жайып, көзінен мөлт-мөлт жастар төгіліп айтады дейді. "Я Алла, анам білмей қалды, кешірші" деп айтады. Субханаллах, қараңыздар, Аллах Тағала адамға істеген жақсылықты міндеттерді қайтарады. Сол кішкентай бала кеше қандай қиыншылық көрді, анасы ислам дінін қабылдады. Енді 2,5 жастағы бала есі кіре салып, анасына қатты сөз сөйлемеу керектігін, Құрандағы "Фала тақул лахма уффин", әке-шешелеріңе уф деген сөзді айтпа дегенді жүрегіне біреу оқытып салып қойғандай, анасынан туа салып, құблаға қарап, "Я Алла, кешірші анамды, ол білмей қалды" деп анасы үшін дұға алып жатқан бала. Сондықтан шынымен де, егер біз адамзат баласын жақсылық істесек, ол Аллах үшін істейтін болсақ, ол жақсылық міндетті түрде біздің де алдымыздан, бала шағамыздың да алдынан сөзсіз шығады. Өйткені бұл нәрседе дүниеде реттеуші Аллах Тағала екені сөзсіз. Біздің сабағымыз да уақытына, бүгін сәл сабағымызды жаңа намазға үлгерем деген кісілер үшін сәл ертерек бітірейін деп отырмыз. Келесі сабағымызда иншалла жалғастырамыз осы бақытты болуға қатысты себептер жайында. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.